Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туристік жарыстардағы алғашқы медициналық көмек. Сабағымыздың мақсаты туристік жарыстарда алғашқы медициналық көмек беруге үйрету. Сабағымыздың барысы туристік жарыстардағы сақтық шараларының маңызы. Туристік жарыстардағы қарапайым қауіпсіздік шаралары. Жарыс кезінде суға кеткен қатысушыға көрсетілетін алғашқы медициналық жәрдем. Туристік жарыстардағы сақтық шараларының маңызы. Туризмдегі алғашқы медициналық көмектің күнделікті өмірдегі көрсетілетін алғашқы медициналық көмектен еш айырмашылығы жоқ, алайда өзіне тән қиыншылықтары бар. Өйткені туристік жарыстар негізінен далалық жағдайда ұйымдастырылатындықтан қауіп-қатер де әртүрлі деңгейде. Кедергілерден өту барысында елді мекендерден алыс аймақтарда туындауы мүмкін. Мұндай жағдайда кез келген турист асып-саспай қажетті жедел шешімді қабылдай білу қажет. Өйткені салқын қандылық туризмдегі басты міндет болып табылады. Туристік жарыстардағы қарапайым қауіпсіздік шаралары. Туристік жарысты ұйымдастырушы және жетекші ең алдымен жарысқа қатысушының денсаулығына байланысты жеке мәліметтеріне қанық болуы қажет. Кез келген қатысушының жарысқа дейінгі медициналық тексеруден өткізілуі өте маңызды. Қауіп-қатер орналасу барысында шатыр құрғаннан бастап кез келген жағдайда және кез келген уақытта орын алуы мүмкін. Мысалы, қарапайым отын дайындаудың да өз ережесі бар. Отын дайындау барысында балтаны дұрыс ұстап, қауіпсіздік сақтай отырып жұмыс жасау қажет. Ас дайындау барысында күйіп қалу қаупі төнбес үшін міндетті түрде сақтық шараларын жасап, арнайы қолғапты пайдалану қажет. Сол сияқты туристік арқандар арқылы кедергілерден өту барысында да міндетті түрде арнайы қолғапты киіп жұмыс жасау қажет. Себебі туристік арқандар үйкеліс күші пайда болған жағдайда алақан терісін сырып зақымдауы мүмкін. Сондықтан кез келген турист негізінен жеке қауіпсіздігі үшін туристік брезент қолғаппен жұмыс жасауды үйренуі қажет. Жарыс барысында түрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Сырқаттанған немесе жарақат алған қатысушыларды тасымалдаудың да өз ережесі бар. Сырқатты жарақатына қарай ыңғайлап зембілге орналастыру немесе арқада сырқаттың жанына батпайтындай етіп орналастыру қажет. Сырқатты тасымалдаудың бірнеше әдіс-тәсілдері бар. Оларды мына суреттермен түсіндіруге болады. Жарыс барысында жарысқа қатысушы топ құрамындағылардың медициналық қобдишасы болулары қажет. Өйткені туристік жарыс әртүрлі қиыншылықтардан және кедергілерден тұратындықтан кез келген жағдайда адам өміріне қауіп келуі мүмкін. Суға кеткен жарысқа қатысушыға арналған алғашқы медициналық көмек. Қауіп-қатердің бірі жарыс кезінде кездейсоқ кездескен суға арғы жағаға өту міндеттілігі, қажеттілігі туындаған жағдайда су тереңдігін тексеріп алып қана әрекет ету керек. Қатысушыға оқыстан қателік кетіп, қауіп туған жағдайда мынадай әрекеттерді орындау қажет. Егер зардап шегуші есінен айырылмаса, онда оның су киімін шешіп, денесін құрғатып сүртеді, құрғақ киім кигізеді, жылытады, көрпеге орайды, шай, кофе береді. Естен танған жағдайда, бірақ өздігінен тыныс алу және тамыр соғып тұрған жағдайда, онда зардап шегушінің басын төмен қаратып арнайы зембілік жатсады, су киімдерін шешіп, қысып тұрған киімдердің түймелерін ағытады. Мүсәтір спиртін ескету керек. Жүрек дәрілерін, кофеин, кардиамин және тағы басқа екпелерді салу қажет. Денеге және аяқ-қолға жүрек бағытында массаж жасау қажет болып табылады. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, әрбір турист жарыс барысында топтық және жеке қауіпсіздікті сақтай білу қажет. Өйткені турист өзінің және топтың қауіпсіздігін сақтай отырып жұмыс жасаса, әрекет етсе ғана жарыс сәтті, қауіпсіз және өз уақыты мен деңгейінде өтетіндігі сөзсіз. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңдар.